Бұл Қазақстанның тәуелсіздік алғанына 30 жыл толып отыр. Осы уақыт ішінде еліміз біраз қиындықты еңсеріп дамудың даңғыл жолына түсе білді. 1990 жылдардың басында КСРОда егемендік шеруі басталды. Алдымен Балтық жағалауы мемлекеттері өз егемендіктерін жарияласа, артынан одаққа мүше басқа да елдер осы бастаманы қолдады. Ал Қазақ КСР 15 республиканың ішінде 14-ші болып өз егемендігін жариялады. 1990 жыл 25 қазанда Жоғары кеңес мемлекеттік егемендік туралы декларация қабылдады. 1991 жылы одаққа мүше болған мемлекеттер біртіндеп өз тәуелсіздіктерін жариялауға кірісті. Одақ ыдырағаннан кейін зиялы қауым арасында талас тартыс басталып кетті. Оған қоса қазақтар өз елінде саны жағынан басым ұлт болмады. Ал асығыс шешім басқа ұлттардың қақтығысын туғызып, этникааралық қан төгіске себеп болуы мүмкін еді. Сөйтіп 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның жоғары кеңесі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заң қабылдады. 1990 жылы 24 сәуірде жоғары кеңес Қазақ ССР президенті лауазымын бекітіп, сол күні осы қызметке Нұрсұлтан Назарбаевты сайлады. Бұған дейін ол бір жылдан астам уақыт бойы Қазақ КСР коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы болды. 1991 жылы 1 желтоқсанда алғаш рет жалпы халықтық президент сайлауы өтті. Жалғыз кандидат Нұрсұлтан Назарбаев 98,78% дауысқа ие болды. 10 желтоқсан күні Нұрсұлтан Назарбаев Қазақ ССР-ның атауын Қазақстан Республикасы деп өзгерту туралы заңға қол қойды. Ал жоғары кеңес оны Қазақстан Республикасының президенті ретінде бекітті. Тура 6 күннен кейін 16 желтоқсанда елдің мемлекеттік тәуелсіздігі жарияланды. Араға 5 ай салып 1992 жылы 7 мамырда Қазақстанның қарулы күштері құрылды. 1992 жылдың 4 маусымда тәуелсіздіктің басты атрибуттары ту мен елтаңба бекітілді. Сол жылы 11 желтоқсанда әнұранның мәтіні де бекітілді. Алайда араға 14 жыл салып 2006 жылы 6 қаңтарда Жұмекен Нәжмеденовтің сөзіне жазылған «Менің Қазақстаным» әні Қазақстанның жаңа әнұраны болып бекітілді. Ал 30 тамызда тағы бір жалпы халықтық референдум өтті. Онда Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы қабылданды. Тәуелсіздік алғанға дейін қазақ халқының өкілі алғаш рет ғарышқа аттанды. 1991 жылы 2 қазанда халық қаһарманы Тоқтар Әубәкіров жерді айналып жүрген Мер кешеніне ұшып барып бір апта бойы зерттеу жұмыстарымен айналысты. Одан бір жыл бұрын егемендік туралы декларацияның қабылданғандығын айта кеткен жөн. Сондықтан ол егемен елдің тұңғыш ғарышкері болды. Ал қазақтың екінші ғарышкері Талғат Мұсабаев 1994 жылы 1 маусымда алғашқы сапарын аттанды. Ол кезде мемлекеттік тәуелсіздік туралы декларация қабылдап қойған болатын. Артынан Мұсабаев ғарышқа тағы да 2 рет ұшты. 2015 жылы 2 қыркүйекте ғарышқа 3 қазақ жол тартты. Айдын Айымбетов халықаралық ғарыш станциясына аттанып 10 күннен кейін жерге оралды. 1993 жылы 15 қараша күні Қазақстанның ұлттық валютасы айналымға шықты. Валютаға белгілі тарихи тұлғалардың портреттері, Алатау мен Көкшетау көріністері, Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің бейнесі, Маңғыстаудан табылған тастағы таңбалар басылды. 1 теңгелік банкнотқа Әбу Насыр әл-Фараби, 3 теңгелікте Сүйінбай, 5 теңгелікте Құрманғазы, 10 теңгелікте Шоқан Уәлиханов, 20 теңгелікте Абай, 50 теңгелікте Әбілқайыр хан, ал 100 теңгелікте Абылай ханның бейнесі сомдалды. Уақыт өте келе тарихи тұлғалардың бейнесін алып тастады. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары Қазақстан халықаралық маңызы бар құжаттарға қол қойып, бірқатар ұйымға мүше болды. Осылайша халықаралық дәрежедегі беделін көтеріп алды. 1991 жылғы 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңның қабылдануы. 1991 жылғы 29 тамыз Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Семей ядролық полигонының жабылуы туралы жарлығы. 1991 жылғы 2 қазан тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтің ғарышқа ұшуы. 1992 жылғы 2 наурыз Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар ұйымының толыққанды мүшесі болып қабылданды. 1992 жылғы 7 мамыр елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрылуы туралы жарлығы. 1992 жылғы 4 маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік нышандары қабылданды.
1992 жылғы 5 қазан тәуелсіз Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Біріккен Ұлттар ұйымында алғаш сөз сөйлеуі. 1992 жылғы 29 қазан бірінші дүниежүзілік қазақтар құрылтайы. 1993 жылғы 15 қараша тәуелсіз Қазақстанның валютасы теңге енгізілді. 1995 жылғы 1 наурыз Қазақстан Халқы Ассамблеясы құрылды. 1995 жылғы 30 тамыз Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы қабылданды. 1997 жылғы 10 қаңтар Астана қаласы Қазақстан Республикасының елордасы болып жарияланды. 2003 жылғы 20 қыркүйек Астана қаласында әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі өтті. 2006 жылғы 6 қаңтар Қазақстан Республикасының жаңа мемлекеттік әнұраны бекітілді. 2010 жылғы 1 желтоқсан Қазақстанның елордасы Астана қаласында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті өтті. 2011 жылы Қазақстанда алғаш рет қысқы Азия ойындары өтті. 2012 жылғы 22 қараша Қазақстан әлемдік көрме өткізу құқығына ие болды. 2013 жылғы 24 тамыз Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20 мерейтойлық сессиясы болып өтті. 2015 жылғы 27 шілде Қазақстан Республикасы Дүниежүзілік сауда ұйымының мүшесі атанды. 2016 жылғы 16 желтоқсан тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған декларация жазылды. 2017 жылы Қазақстанда алғаш рет экспо көрмесі ұйымдастырылды. 2018 жылғы 1 қаңтар Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне төрағалық ете бастады. 2018 жылғы 12 тамыз Ақтауда 5 Каспий саммиті өтті. 2019 жылы 9 маусымда кезектен тыс сайлау өтіп, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ел президенті болып сайланды.